Ассалаумағалейкум, ардақтаған қалдарыңыз қалай? Бүгін таң атпастан Алматы облысының журналистермен бірге Жамбыл ауданы, ол жерден 140 километрдегі, яғни Қаскелең қаласынан орналасқан жерге барамыз. Ол жерде бір тарихи бір жаңа музей ашылып жатыр. Алматы облысының әкімі Амандық Батталовпен бірге ашылу болады дейді. Сол салтанатты іске біз қатыссақ па деп жатырмық. Көреміз енді қаншалықты қызық болатынын. Бұл біз үшін үлкен бір тәжірибе, өмірімізде бірінші рет баруымыз. Оған қоса операторымызда тұңғыш рет журналистердің арасында болып көреді. Қайғалтымды жоғалып кетсек берсін, баған ақшаң тозам, мен бәріне ризам, бәрі өз бабымен тәтті. Тағы не дейсің енді, жүзейін самғайын, көңіл күйімен осы өлеңім лайық болған айын. Қосылдығыныма қарап тұрма, мен менің отымын сенің отыңа. Осы үшін не бар аға, осы жолдары жалпы ардақтағай Тамбалы тасқа бару үшін мынау Қопа деген жерден оңға кетуіміз керек. Менің отымын сенің отыңа. Енді бәрін түсіре бермей өзіміз де түсірейік та анда-санда деп дронды жақындатып жатыр. Негізінде бұл тарихи музей. Ішін қазір мына жақта видеоматериалдарды көресіңдер ғой. Қызық болсын. Туылмағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Керемет, қуанышты мерекеде кездесіп отырмыз. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының Қазақстанның киелі жерлер географиясы жобасы аясында еліміздің тарихи мәдени мұраға аса көңіл бөліп, көптеген жұмыстар жүзеге асыруда. Такой интересный вопрос. А почему это должно быть интересно для молодежи? Говоришь, что молодежь знала свою историю, но зачем? Ну именно там Тамбалы-Таш. Потому что данный объект, как я сказала, он уже входит в список всемирного наследия. А в список всемирного наследия входят более 1000 объектов по всему миру. То есть это не только гордость и достижение и культурное наследие Республики Казахстан, но и всего мира. И поэтому наша молодежь должна знать и гордиться этим наследием. Ладно, спасибо. Шынымды айтсам, түсінбедім, бірақ негізінде өте маңызды нәрсе. Яғни бұл қандай тұрғыда біздің еліміздің үлкен бір құнды бір байлығы да. Осындай бір таңбалы тастарда, то есть тастарда таңбаланған суреттер бар. Тарихи бір мұра болып саналады. Біздің қазақ қоғамы үшін өте маңызды бір тарихи жер. Әрине біраз алыстау, 140 километр. Бірақ келген адам өкінбейді деп ойлаймын. Қарас ауданында
Вообще жоқ. Қапшағайда бар. Жамбыл ауданында көп екен. Біздің мына жартастарда қалған ата-бабаларымыздың бейнелі өнерінен бастап, сол дәуірден орта ғасырларға дейінгі бүгінгі күнге дейін Ардақты ағайын, негізінде біз ойлағандай емес екен. 21-ші ғасырдың көзқарасымен қарайтын болсақ, онда ғимараты керемет салынған, ішінде әжетханасы да барлығында. Суға әрине өкінішке орай, жалпы Қазақстанның проблемасы интернет жоқ екен, ал кез келген бір туристке ол интернет ауадай қажет дүние. Бұл нәрсені көру керек ағайын, міндетті түрде келіп, бір қарап кетсеңіздер өкінбейсіздер. Бұл себеп әлемде санаулы жерде ғана бар екен. Соның бірі мынау Қазақстанда Алматы облысы Жамбыл ауданында. Ұлтану болмай ұлтымның сақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқымның пейілі қымбат жұртымның. Мен қазақтың ұлымын, шуағын төккен қаламның шұғыласынан шаралдым. Негізі ошаға келулердің негізгі себебі мынау күн басты адамды көру үшін. Не дейміз енді? Сөзге келейміз, журналист емеспіз қатты. Бірақ қызық, келсеңіздер болады. Келіп, бала-шағаларыңызға, әсіресе мынау ежелгі Қазақстан тарихын оқып жатқан, үйреніп жатқан сыныптарға бұл өте пайдалы болады деп ойлаймын. Туған жер қымбат, мен қазақтың ұлымын. Мен қазақтың ұлымын. Жұлдызын жисаң қаламның, жұпар қымбат таламның. Найза бөгізім кетермен, намысы үшін бабамның. Мен қазақтың ұлымын, құндылығымның нәрмен. Осымен эфирімізді тамамдаймыз. Келесі кездескенше. Мен қазақтың ұлымын. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің